Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін менің асханамда, яғни таңғы асты әзірлейтін боламыз. Тез әрі оңай, жылдам дайындалатын таңғы астардың бірі. Осындай нанымызды алып аламыз бірінші. Оны тіліп аламыз. Міне осындай көлемде барлығын турап аламыз. Нанымыз дайын. Енді колбасамыз осындай жарты бөлігі бізге жеткілікті. Оны да осылай өте жіңішке де емес, жуан да емес, осындай көлемде турап аламыз. Колбасамыз дайын. Енді біз осындай ұсақ жағымен өткіземіз. Неғұрлым сырымыз көп болса, соғұрлым таңғы асымызда дәмді әдемі шығады. Енді үйден де жасап көріңіздер. Қиын емес. Көбінесе балалар бізде ұнатады. Қазір көресіздер қалай шығатын. Енді көп аналарымыз жасайтын шығар. Қыз-келіншектер. Бірақ менің күнделікті таңғы асқа қыздарыма жасап беретін осындай түрін көрсетейін деп тұрмын сіздерге. Артық заттың қажет емес. Нанымыз болса болды, колбаса, сыр және кетчуп пен майонезді қазір араластыратын боламыз. Міне осылай ұсақтап турап алдық. Міне турап алған бөлігін ыдысымызға салып аламыз. Осындай ұсақ қылдып турап алдық. Бір ыдысымызды аламыз. Майонез бен кетчупымызды саламыз. Осылай салып ал. Енді араластырамыз екеуін. Пиццаны жасағанда да мен көбінесе осылай жасаймын. Осылай араластырып алдық. Енді нанымызға жағамыз. Мама, еще? Міне осылай молынан сала беріңіздер. Әдемі болады. Мен қыздарым енді жақсы көреді осы таңғы асты. Бір жағы тойымды, екіншіден дәмді, оңай жасалатын осындай таңғы асымыз. Сіздерде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетулеріңізді сұраймын. Осылай екі-екіден салып шығамыз. Салып шықтық. Енді табамызға ешқандай май жақпаймыз. Дәл осы күйінде салып шығамыз. Мам! Петіп! Мама, петіп! Арғай тұр. Бұл. Сырымыз ергенде қазір өте керемет. Осындай дәмді, тез дайындалатын асымыз дайын болады. Барлығына салып шықтым. Енді пешімізге
180 градусқа 10-15 минутқа салып аламыз. Жарты сағатқа толмайтын уақытта таңғы асымыз дайын болады осындай. Бүгінгі мен дайындаған таңғы асым енді пешімізге 180 градуста салып аламыз. Сіздер де каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетулеріңізді сұраймын. Таңғы асым дайын болды. Енді ақырын ғана алып ыдысымызға саламыз. Асты ешқандай жабысқа жоқ. Сырымыз кәдімгідей езіліп тәбетті ашып тұр ғой. Бәрін осылай салып аламыз ыдысымызға. Қазір қыздарым тұрғанда шаймен іше қояды. Міне мен сүйікті көрермендерім, менің бүгінгі дайындаған таңғы асым осындай әдемі болып дайын болды. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай. Енді ыстық, бірақ сонда да көрсетейін. Нанның өзі қытырлағы әдемі болып тұр ғой. Әдемі ерекше болған. Дәмі дегеннен сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Сіздер де жасап көріңіздер. Келіп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетуді ұмытпаңыз. Осындай таңғы асты сіздер үйден жасап көріңіз. Сау болыңыздар.